Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерді біздің академияда, біздің осы сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Бұл сабақтың мақсаты сіздерде алдағы уақытта қандай сабақтар болады, не күтіледі, соның барлығын түсіндіріп беру. Бұл сабақ өте маңызды. Алдымен достар, бастысы біздің ниетімізді дұрыстап алуымыз керек. Өйткені біздің нәтижеміз, табыс табуымыз тікелей осы ниетімізден алғашқы қадамнан басталады. Барлығы сондай ғой: ниет, әрекет, нәтиже. Сіздің мына нәтижеңіз әрекетіңізге және ең түпкі мақсаты бұл ниетке байланысты. Сондықтан ниетті дұрыстап жасап алуымыз керек. Бізде сіздерге айтылғандай гарантия деген нәрсе бар. Ол гарантия, оның шарты бар. Шарты біз берген тапсырмаларды, платформадағы видео сабақтардың барлығын көріп, нәтиже көрсете алмасаңыз, онда сіздің ақшаңыз толықтай қайтады. Бұл гарантияның шарты. Яғни біздің тапсырманы орындасаңыз, сіз видео сабақтарды көрсеңіз, сіз міндетті түрде нәтиже көрсетесіз. Бірақ кейбір адамдар болады, осы гарантия бар, мен нәтиже көрсетпесем де ақшамды қайтарып аламын ғой деген секілді оймен сабақты бастайды. Бірден айтайын, егер сіз сондай ниетпен сабақты бастайтын болсаңыз, онда сіздің нәтиже көрсетіп табыс тауып кетуіңіз екіталай. Сондықтан алдымен ниетті дұрыстап, әрекет жасауды бастайық. Екінші айтатын маңызды дүние бар. Бұл біздің өзіміздің, әркім өзінің мақсатын қоя білу керек. Өйткені кейбір адамдар бұл сабаққа не үшін келді, бұл сабақтан кейін қандай мақсатқа жететінін нақты білмейді. Сондықтан өздеріңізге осы сабақтан бастап нақты бекітілген уақытымен бекітілген мақсатты қойыңыз. Мысалы, мен осы сабақтан кейін мынаншама тендер ұтуды үйренемін, немесе осыншама табыс табамын деген секілді мақсатты қойып, соған сәйкес әрекет жасау керек. Және бұл да сіздің нәтиже көрсетуіңізге тікелей әсер етеді. Ниет, әрекет, нәтиже. Осы нәрсемен ары қарай әрекет ете бастаймыз. Келесі енді сіздер дәл қазір отырған платформадағы видео сабақтарға байланысты. Жалпы сіздерде беріліп отырған ол 5 модуль бар. 5 модульдар, барлық видео сабақтар рет-ретімен жасалған. Яғни басынан бастап төменге түскен сайын сіз әрбір шақтан әрбір нәтиже алып отырасыз. Яғни бірінші ТО ашу кіріспе бойынша, ТО немесе ИП ашу, одан кейін порталға тіркелу, одан кейін тендерге заявка беру, оның барлығы рет-ретімен. Солай ретімен сіз тендер ұтып жапқанға дейін әрекет ететін боласыз. Айтайын дегенім, сабақтарды рет-ретімен көру керек. Әр жерінен бір теріп, әр жерінен бір көретін болсаңыз, ол сізге көмектеспейді. Сондықтан сабақты рет-ретімен көрейік. Және өте маңызды нәрсе бар. Әрбір видео сабақтың астында тапсырма бар. Выполнить заданиені басып, тапсырманы орындау қажет. Ол жерде оңай тапсырмадан бастап, ортасына қарай кішкене қиындата береді. Соның барлығы міндетті түрде орындап отыру керек. Кураторларыңызбен байланыста болыңыз. Кураторлар сіздердің тапсырмаларыңызды міндетті түрде тексеріп отырады. Бұл біздің сабаққа қатысты. Келесі, сабақтар бізде 80-20% бойынша орналасқан, яғни 80% сіздің әрекетіңіз, 20% ол теория. Мына жерде сабақ беріледі, бірақ ары қарай әрекет жасау ол сізге байланысты. Және өте маңызды нәрсе бар, ол әрбір видео сабақтың астында сіздерде тапсырма бар. Тапсырманы міндетті түрде орындап жүру керек, өйткені кураторлар сіздердің сол орындаған тапсырмаларын тексеріп отырады. Тапсырманы орындаған сайын сіздің біліміңіз, қабілетіңіз көбейе түседі. Яғни ол оңайдан басталады басында, да, нет, я, жоқ деген секілді, одан кейін ортасына қарай қиындай береді. Міндетті түрде бәрін орындап отыруыңыз керек. Сабақ бізде 80-20 бойынша жасалған, яғни 80% ол сіздің әрекетіңізге, 20% бұл видео сабақтар. Сабақты қарап жасап отырсаңыз, онда бірде-бір сол сабақ бойынша артынан жасап отырсаңыз, онда сіз дәл сол нәтижені аласыз. Мысалға, ИП ашу сабақ болса, оны просто ИП ашу қалай екенін біліп қоймай, оны просто қарап телефонмен және ноутбукпен жасап отыру керек. Ең соңында сіз өзіңіздің ИП-іңізді ашып, порталға тіркеліп, одан тендерге заявка қалай беру керектігін бірде-бір біліп шығатын боласыз. Енді соңғы өте маңызды нәрсе бар, ол жауапкершілік. Әрбір адам, менің осы курсыма келген адам, ол өз-өзіне жауапкершілік алып білу керек. Өйткені алда сіздерде қиыншылықтар болады, болмайды емес, ол міндетті түрде. Білесіз ғой өзіңіз, әрбір жаңа нәрсе бастаған кезде, немесе әрекет етіп бастаған кезде сізде қиыншылықтар басталады. Ол қиыншылықтар сіздің нәтижеге деген достоинствоны тексереді. Егер сіз соған лайықты болсаңыз, онда сол қиыншылықтан өтіп кетесіз. Сондықтан міндетті түрде сол қиыншылыққа шыдап, өзіңізге жауапкершілік алып, проблемадан қашпай, соны орындап, соңына дейін барыңыз. Біз сізге барлық ресурстарды береміз, сұрақтарыңызға жауап береміз, видео сабақтарды беріп отырмыз. Енді ары қарай сол сабақтарды алып, беріліп отырған нәрсені әрекет жасап кету тікелей өзіңізге байланысты. Сонымен ниет, мақсат, жауапкершілік барлығы сіздің өзіңіздің тендерде табыс тауып, нәтижеге шығып кетуіңізге тікелей әсер етеді. Сонымен достар, әрекет жасаңыздар, ниеттеріңізді, мақсаттарыңызды қойыңыздар, өзіңізге жауапкершілік алыңыз, өйткені ең соңында сіздің нәтижеңіз соның барлығына байланысты. Тендер ұтып, бұйырса сізбен бірге тендер ұтып, табысқа шығамыз, бастысы әрекет етуді тоқтатпаңыз. Берілмеңіз. Сізге сәттілік, ізгі ниетпен
Ұзақбаев Мейірбек.